не үшін атом электр станциясына қарсы тұрамыз? Мен тағы да қайталап түсіндірейін. Бұның физикалық ғылыми тұрғыдан бір себебі бар, геосаяси тұрғыдан екі себебі бар. Сосын ары қарай экология, денсаулыққа зиян, анау мынау дейтін 3-4 себебі бар. Біріншісі, мен маңызды түрде қайталап тұрып айтайын. Бұл атом электр станциясын салу, бұл тікеден тіке Путин мен Тоқаев ортасындағы арам жоспар болып отыр. Қазақстанда атом электр станциясына деген зәрулік, қажеттілік мүлде жоқ. Бұл бар болғаны Путиннің Қазақстанды онан арман, тіпті Қазақстан арқылы тұтас Орта Азияны онан арман өзіне тәуелді қыла түсу үшін, шыжымынан шығармай, тұқыртып табжылтпай ұстап отыру үшін ғана жасап отырған дүниесі. Ең бастысы, бұл жерде өте үлкен коррупцияға жол беріледі. Себебі атом электр станциясы дейтін бұл нәрседе халықарада оның жаңағы қару-жарақ, анау мынау сияқты оның бағасы жоқ. Айфонның бағасы сияқты тұрақты бағасы жоқ оның. Сондықтан бұл жерде ол уранды байыту дейтін зат бар. Уран 237, уран 235, осылардың жаңа радиациялық ыдырағыштық заттары бар. Оны байыту дейтін бұл жұмыс, оны қазу, айыру, сосын оны байыту дейтін нәрсе, мына өте ыдырағыш, тез ыдырағыш уран сияқты радиациялық элементтердің бұндай жұмыстары, бұл қып-қызыл біздің ортамызға зиян. Екіншісі, осы арқылы Қазақстан дүние жүзіндегі 50-60% уран кенін ұстап отырған біздің уран кендерімізді қосымша талап ретінде Ресей онан арман контролдай түседі. Бұл уран кені біздің халықарада үлкен геосаясатта қолымыздағы бір үлкен қаруымыз, құралымыз еді. Бұл бізді батыс елдермен де, басқа елдерменен де қарым-қатынасты дұрыстауға пайдалы бір мүмкіндігіміз еді. Енді біз оны басы бүтін Ресейге беріп қоямыз. Енді атом электр станциясын салғаннан кейін жарайды, қыруар қаржыны беріп, тағы басқасының бәрін қысқасы Путиннің талабы бойынша шашып отырып, оған біздің жемқорлар қосылып отырып, экологияны бүлдіріп отырып, теңсіз талаптардың бәрін орындай отырып, қазақтың мүддесін аяққа таптай отырып, атом электр станциясын салғаннан кейін бұл жерде екі ғылыми ұғымды халыққа жеткізуге тура келеді. Біріншісі, бұл атом электр станциясын үнемі жіті қадағалап отыру керек. Ондағы жаңағы радиациялық элементтер, уран тағы басқасы бар, ол тез тозады және оны уағында ыждағаттап жоғары технологиямен қадағалап отырмаса, онда одан апаттық жағдай болады. Атом жарылысы болады. Мысалы, Совет кезіндегі Украинада Чернобыль атом апаты қандай болды? Гуглге кіріп іздеңіздер, орысша мәлімет емес, ағылшынша мәлімет іздеңіздер. Бұл адамзат тарихындағы ең сұмдық апат болып қалды. Орыстардың технологиясы өте нашар бұл жағында. Екіншіден, бұл атомның жаңағы отыны ыдырағаннан кейін одан қалатын қалдық зат болады. Бұл бейне жаңағы сіз ағашты, неше түрлі отынды жаққаннан кейін одан қалдық шығады. Бензиннен, сәлеркеден, су және көмірқышқыл газдар, тағы басқа газдар шыққандай, одан жаңағы ыдырағаннан кейінгі радиациялық заттар қалады. Енді осыны зарарсыздандыру дейтін жұмыс болады. Ал ол зарарсыздандыру жұмысы, ол бәленбай қабат жердің астында түгем бай технологиямен қабат қылып, оның зардабы сыртқа тарамайтын болып, сондай бір керемет бір құпия жаңағы жолдарменен оны бүкіл экологиядан бөлшектейді. Былайша айтқанда, қысқасы, енді образдап айтқанда, әдемілеп тұрып пакетке салып, оны ол пакетке салып, оны салып, қысқасы сыртқа жаңағы үйіңіздегі бір қоқсықты жаңағы қапқа салып, пакетке салып, қоқсық жәшігіне тастағанда, енді оны жай тастай салмайсыз. Оны жаңағы басқа экологияға, суға, ауаға жібермейтін технологиясы болады. Ал осы кезде сол атомның қалдығын, көметін, қоқыс алаңы дейтін нәрсе болады. Ал бұл қоқыс алаңы деген сөз, ертең Ресей, онда бұл қоқыс алаңында өзінің бүкіл атомдық қоқыстарын әкеп біздің жерімізге көмуі мүмкін. Себебі оны бақылайтын жүйе біздің биліктің қолында болмайды. Біздің атом станциямыздан шығып жатқан қоқыс па, Ресейдің қоқысы ма? Содан оның барлығын алып келеді де бізге көмеді. Ал ол деген сөз қазақ жерін тағы да 1000 жылға улау деген сөз. Енді осыдан ойлаңдар. Жаңа істеп тұрған
электр станцияның өзі кез келген уақытта атом болып жарылып кетуі мүмкін. Яғни кез келген уақытта Қазақстан демократиялық жүйеге ауысайын десе, басқа өзінің бір ұлттық мүддесі үшін батыспенен одақтасайын десе, онда Ресей алады да оны кез келген уақытта жаралады. Ал атом электр станциясын салғаннан кейін бітті. Қазақстан Ресейдің басы байлы, кесік құлақты, таңбалы құлы болады да қалады. Сосын ешқашан Қазақстан менен енді басқа бір демократиялық елдердің, батыстық елдердің одақтасуы қиын болады, технологиялық. Себебі инвесторлердің бәрі Қазақстан деген Ресей екен деп біледі. Себебі бұндай маңызды жүйені кімге бердің, сен қысқасы соның ықпалындағы елсің. Әсіресе Ресейдің империялық, державалық, пиғылы, қара ниетінің қандай екені әлемге белгілі. Ол деген сөз бүкіл дүние енді Қазақстаннан қашады. Инвестиция да келмейді. Бітті, сен жаңағы бір оба тигендей, оқыра тигендей, бір алапес болғандай, бір сұмдық ауру сияқты бүкіл батыстық инвесторлар кез келген миллион, миллиардын салам дегендер, өндіріс ашам дегендер, жұмыс берем дегендер, соның барлығы ойлайды, бітті, мынау Ресейдің бір өлкесі, Ресейдің бір бөлігі деп қарайды. Енді оның апаттық жағдайларын тудырды. Кез келген уақытта біздің ұлтымыздың тағдыры Путиннің қолында болады. Немесе Путиннен кейінгі кез келген орыстың сұмырайының қолында болады. Біздің ұлттық тағдырымызды орыстың қолына ұстатып қоятын жоба болған. Және ең бастысы, тұтас Орта Азия апаттық жағдайға айналып қалады. Ойлаңыздаршы, әлемдегі ең мықты дамыған еуропалық елдердің өзі атомнан бас тартып жатыр. Еуропалық елдердің өзі атомнан бас тартып жатыр. Бізде сондай дүрілдеп тұрған зауыт, өндіріс жоқ қой. Пойызымыздың бәрі электрмен жүріп, көлігіміздің бәрі электрмен жүріп жатқан жоқ. Дүрілдеп, сақылдап зауыт істеп тұрса екен. Жоқ. Қазақстанға оның мүлде керек жоқ. Біздің мұнайымыз бар, газымыз бар, соны жақсақ жеткілікті. Машинамызды да мұнаймен, газбен жүргіземіз. Ауылда сиырдың тезегін жақса да қазақ аштан өлмейді, көштен қалмайды. Бұл деген сөз біздің ұлтымызға жасалған үлкен апат. Қазір енді мынау зұлым жүйе өздерінше қалың маймылдарды шығарып, өздерінше Қазақстанның халқы осыған мұқтаж деген сияқты қылып, аңқау жастарды алдап, бопсалап, олар неше түрлі бізге атом электр станциясы керек деп челленджі жасап сөйтіп кетті. Оның бәрінің басында тұрған сол биліктің тетушка маймылдары. Ал қарапайым халық менімен қатысы жоқ, мен саясатқа кірмеймін деп айтпашы ешқашан. Себебі құритыны сенің ұрпағың ғой, және денсаулығың. Қазақ жер бетіндегі атомнан ең көп зардап шеккен ел. Ең көп зардап шеккен. Және біз орыс дейтін зұлым мына тобыр қауымның тепкісін ең көп көрген қалмыз. Біздің орыстан көрмегеніміз қалмады. Дәл осы мәселеде қазақтар атом электр станциясын салу дегенге басыбайлы қарсы тұрмасаңыздар, онда біттік. Біз өзімізге өзіміз өлім жазасын оқыған боламыз. Өлімнің үкімін оқыған боламыз. Қазақтар, қарсы тұрыңыздар. Әлеуметтік желіде жаппай қарсы тұрыңыздар. Туыс-туған жиналып, үйде бас қосып отырып, әрбір жеке тұлға видео үндеулер тастап, атом электр станциясына қарсымыз деңіздер. Өзіміз үшін, аман сау өмір сүріміз үшін, ұрпағымыз үшін, немере шөбереміз ең соңғы туажат шөп желкемізге дейін бізге дұрыс адам сияқты өмір сүру керек. Тоқаев пен Путиннің арамза жоспарына тосқауыл қойыңыздар. Құрметпен, Серік Жамбілашұлы.